Сәлем, бұл пайдалы кеңес арнасы. Ауырған асқазанды тек дәрі-дәрмекпен емдеуге болмайды. Асқазан ішегіңізді жиі тазалап, жудыртып тұрасыз ба? Адамға өте пайдалы бактерияларды жойып тастайсыз. Иммунитеттің 80% ішекте. Микробиоталар бізді зиянды бактериялардан қорғайды. Микробиота дегеніміз ішектегі бүрлеріміз. Ішектегі бүрлер, олар зиянды бактериялар мен диарея, іш өтуден қорғап тұрады. Асқазанды үй жағдайында қалай емдейміз? Қандай тағамдарды пайдаланамыз? Таңғы асты өзің іш, түскі асты досыңмен бөліс, кешкі асты дұшпаныңа бер дегендей, ауру астан келеді. Диетаға отырмай-ақ, күнделікті асыңызды қуырмай, қайнатып, бұқтырып жесеңіз болғаны. Таңғы асты тастама демекші, таңғы ас көңілді жаңа күннің бастауы. Таңғы ас күні бойы күш-қуат беріп қона қоймай, есте сақтау мен зейінді жақсартады. Қандай тағамдарды тұтынғанымыз дұрыс? Сүтті және сүт қышқылды тағамдарды, бұқтырылған, қайнатылған, тауық, сиыр, балық өнімдері мен жұмыртқаны қайнатып жеу маңызды. Денсаулығыңызды қалпына келтіру үшін диетаңыздың қайта қарауыңыз керек. Тамақтану режимін сақтау және тамақтану арасын ұзақтығы 3 сағаттан кем болмауы керек. Тамақтану режимін сақтау және тамақтану арасын ұзақ уақыт болмауы керек. Әр 3 сағат сайын жиі оңтайлы мөлшерде тамақтаныңыз. Сіз бірінші толық тексеруден өтуіңіз керек. Мен тек майсыз, газсыз, бұқтырылған тамақтарды жеймін деп қана қоймай, сіздің ауруыңыз қай санатқа жататынын тексеріліп алғаныңыз абзал. Егер де сізде асқазан мен қоса ішек жолдарында да проблемалар болса, онда сіз сүтті алып тастаңыз. Оңай жолмен асқазанды емдейтін ем-домдар. Ақ басты орам жапырақтың шырыны өте пайдалы. 40 қабаттың құрамында витаминдер мен антиоксиданттар бар. 100 грамм 40 қабатты К және С дәрумені күнделікті нормасы әйелдер үшін пайдалы болмақ. Фолий қышқылы мен маңызды омега-3 қышқылы бар. Сонымен қатар 40 қабатта тұтастай асқазан ішек жолдарына пайдалы хеликобактер бактерияларын басу қабілетінің арттырады. Асқазандағы жара мен қатерлі ісікті қорғайды. Картоп шырыны таза әрі ескірмеген, әсіресе қызыл картоптың шырыны жақсы. Шырынды таңғы ас пен түскі астың алдында жарты стақан ішіп жүру керек. Картоптың құрамында С, В1, В2, В6, В9, К дәрумендерге толы. Ең басты бөлігін 75%-ын су құрайды. Жара пайда болған жағдайда сұлы тұнбасы жақсы әсер береді. Түймедақ гүлінің жасалған тұнба да оң әсер береді. Түймедақ өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсер беретін эфир майы бар. Бактерияларды жойып, аурулардың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді. Және құрамындағы пайдалы майлар, қышқылдар, зат алмасуды реттеп тәбетіңізді ашады. Ағзадағы токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Асқазан жарасы мен ас қорытуды реттеп емдейтін қасиеті бар. Банан жегеннен кейін асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабаты түзеді. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін пайдалы болмақ. Себебі асқазан әр түрлі бөлімінде орналасқан. Жараларды жауып, қышқылдарды қорғаған сайын, оның жазылуына да жылдам көмектеседі. Жоғарыда айтылған ем-домдарды пайдаланбастан бұрын дәрігерге қаралып, толық тексеруден өтуіңіз
жөн екенін есіңізге саламыз.